Сол проблематиканы көтереміз деп бүгін біз Сарыбұлақ ауылына барып келген болатынбыз, яғни Еңбекші Қазақ ауданындағы Сарыбұлақ ауылына. Сол жақтағы жағдаймен танысып, мектептің жағдайын көрген болатынбыз. Соған қатысты және де Ақтоғанға да қатысты сізден бірнеше сұрақтарымыз бар еді. Қоя берейін ба? Қоя беріңіз. Ағай, қатты қалған сияқты. Иә, қоя беріңіз. Естіліп тұр ма? Естілді енді. Менің бірінші сұрағым, Ақтоған мен Сарыбұлақ бір ауыл деп есептеледі. Тұрғындар мектептің Сарыбұлаққа салынғанын қалайды. Дәл Ақтоған бойынша көтердіңіз. Түсінбедім, Ақтоған мен Сарыбұлақ бір ауыл болып есептеледі дейсіз бе? Иә, Ақтоған, Сарыбұлақ және де Қаражұта деген үш ауыл бір ауданға кіреді, иә? Бір ауылдық округқа кіреді. Менің естуім бойынша. Бір ауыл. Бір округке кіреді. Тұрғындардың көбісі мектепті Сарыбұлақ ауылына салғанын қалайды. Неліктен сіз оны Ақтоғанға салуды жөн деп санадыңыз? Неліктен бұл мәселені көтердіңіз? Қандай тұрғындар Сарыбұлақ ауылына салынғанын қалайды? Сіздердің ақпарат бойынша. Қандай тұрғындар Сарыбұлақ ауылына салынғанын қалайды деймді, мектептің? Сарыбұлақ ауылының тұрғындары ма? Иә, сол. Енді ол екі бөлек ауыл ғой. Ақтоған бөлек ауыл, Сарыбұлақ бөлек ауыл. Мені Ақтоған ауылының тұрғындары шақырғаннан кейін сол жерге барып көтердік қой. Кейіннен Сарыбұлақ ауылынан да жаңағы әлеуметтік желіге жаза бастады. О жаққа да мектеп керек деген. Жалпы екі ауылға да мектеп керек. Артық болмайды. О жақта ескі ғимараттар бәрі жаңағы апатты жағдайда болып есептелетін мектептер олардың бәрі. Екі ауылға да мектеп керек. Бірақ сіз, яғни Сарыбұлақтың мектебінде де мәселе бар, Ақтоған мектебінде де мәселе бар. Бірақ неліктен алдымен Ақтоғанды мектебінің күн тәртібіне шығардыңыз? Ол мәселені неліктен біріншіге қойып қарастырып жатырсыз? Мен айтып отырмын ғой, маған тұрғындар хабарласты, Ақтоған ауылының тұрғындары. Солардың шақыруымен бардым. Мен өзім мектепте жұмыс істеймін. Мен мұғаліммін. Тарих және Қазақстан тарихы, дүние жүзі тарихы және құқық пәндерінен сабақ беремін. Одан бөлек мен Еңбекші Қазақ аудандық мәслихатының 8-ші шақырылым депутатымын. Ол енді қоғамдық жұмыс, білесіздер. Сол бойынша маған Ақтоған ауылының тұрғындары хабарласты. Мен сол жаққа барып, сол кісілердің мәселесін көтердім. Кейіннен маған Сарыбұлақ ауылының тұрғындары хабарласты. Мен жай күндері бос болмағандықтан, жаңағы демалыс күндері, сенбі, жексенбі күндері Сарыбұлақ ауылына барып, ол мәселені де қарайық деп кездесуді жоспарлап қойдық. Сарыбұлаққа бармаймыз деген әңгіме жоқ. Сарыбұлақ ауылына кездесу жоспарланған. Ол ауылдың да мәселесін көтереміз. Енді бір күнде екі ауылды аралап шығу мүмкін емес қой. Кеше ол Ақтоған ауылына бардық. Тұрғындардың ол мектептен де бөлек мәселелері көп. Ол жаңағы бұрынғы контор дейді, жаңағы соның ғимараты бар, басқа да жаңағы медицина саласында көптеген шағымдары бар. Соның бәрін тыңдап, оның бәрі уақыт алады ғой. Келесі аптаға сол Сарыбұлақ ауылына барып халықпен кездесу жоспарланған. Жоспарда бар.